Түнгі үшке дейін вокзал жағалап жүрдім. 10 күн далада жатқан жақсы ма? Осы үкіметтен көмек сұраймыз. Мына не деген сұмдық мынау? Халықтың адамы болар мүмкін бұл да бір. Маған да 20 квадрат метр жер берсе, өйстіп балдарымды асырайшын едім ғой. Кісінің 4 баласы, мына екеуі, тағы екеуі мұрны қанап мына жерге. Ана жерде барын талғауға. Жерде жатқанына 4 күн бол, 5-ші күн бүгін. Мен осы жерде тұрып жатырмын. Мен мына магазинді арендаға алғанмын. Кәсіпкер ме ол да? Онда кәсіпкер мынау тұрған акиматтың жері, мына жердің бәрі документ салған, мен документ жоқ, ештемесі жоқ екен. Мен оны білген жоқпын, бұны арендаға алатын кезінде. Енді сөйтіп бір ай болмай қырғын шығарады күнде ар жағында қасында сүт сататын арендаторлар бар. Соларды күйеуіне дейін ұрып шығарды. Кім шығарды? Сол өзінің Иә, 15 шақты мынау семьясына әкеліп, туған туысқандарына әкеліп, жабылып сөйтіп шығарды. Майдың 14 күні келіп, тағы да күйеуі 30 мың теңге ақша алып кетті менен. Мына жерді 700 мыңға өткізеді, өткізіп атқанына 9 жыл болды. 730 мың теңге ақша алды, бір ай жұмыс еткенде жоқ. Міне шығарып тастады. Үйіңіз қайда сіз? Бір күні мен общежитияма ақша төлеуім керек еді. Аренданың ақшасын төлеуім керек еді, 55 мың теңге. Қанша күн жатты мына жерде, 31-нен бастап шығарып тастады. Иә, менде ақша жоқ, үйімде жоқ, үйімнің квартирасында шығара алмай қалдым. 4 балам бар. 4 балаңыз бар. Келген кеткен кісі міне строитель кетті, мынаны тұрғызып берді, хотя бы қол ұшымызды берейікші, осы жерде отыр, далада қалма деп. Киім алған жоқ ма жүрістері анау. Қызылордадан келдім мына жағдайға. Түнгі үшке дейін вокзал жағалап жүрдім. Түнгі үште келдім, мына общежитияма кірдім, есігінде замок та жоқ ол жерде. 10 күн далада жатқан жақсы ма? Мына не деген сұмдық мынау? Мен балдарым өртеніп кетті. Күйеуі жүрегі жарылып кетті. Күйеуім жүрегі жарылып кетті дағы, содан күйеуім қайтыс болды. Қазір 2 қыздың анасымын. Кәмелетке толмаған 2 қызымда. Қайдан жер сұрағымды білмеймін, уже бармаған жерім баспаған, тауым қалған жоқ. Маған да 20 квадрат метр жер берсе, өйстіп балдарымды асырайшын едім ғой. Бір 20 квадрат берсе, өзіміз бала шағамызды шет жақтан бере берсін. Жетектеп асырасақ дейміз. Осы үкіметтен көмек сұраймыз. Далада тұрып жатыр. Меніңше бұларға ең бірінші қазір бұлар ширатта тұр, мына акиматтың ширатында тұр. Бірақ та шираты бойынша 21 мың дейді сонда. Әрине бұны тап қазір оны мүмкін акимат үй бере алмай тастаған. Бірақ та осындай семьялардың жағдайын шешуі мына баспана беруіміз керек біріншіден. Ал екіншіден мына кісілердің бүгінгі мына кәсіпкерді заң бойынша тарту керек, себебі ақшаларын алып қуып жүрген ол не қылмысты қылды.